Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сәбит Мұқанов атындағы Солтүстік Қазақстан облыстық ғылыми әмбебап кітапханасының әлеуметтік желілерін пайдаланушылар. Мен бүгін сіздерді қазақ тіліндегі әдебиет бөліміне келіп түскен жаңа кітаптармен таныстырып өтемін. Ең алдымен Ербол Тілешевтің «Алаш туы астында» атты кітабымен ғылыми танымдық жинағымен таныстырғым келеді. Бұл кітапқа енген алаш қозғалысы туралы ғылыми мақалаларда қозғалыстың қайраткерлері, басталуы, барысы, оның аясындағы оқиғалар жөнінде ғылыми тұжырымдар жасалған. Жинақтың ең негізгі бөлігі қозғалысқа қатысушылар тізімі. Әр тұлғаның қозғалысқа қатысы нақты тарихи деректермен дәйектелген. Ол ғылыми тұрғыдан негізделген осы саладағы ең алғашқы тізім. Еңбек алаш қозғалысының тұлғалары тарихи қызықтыратын оқырмандарға арналған. Алаш қозғалысы жөнінде осы кітапта көптеген мағлұматтар бар. Осыны біздің бөлімнен келіп алып оқуларыңызға болады. Келесі сіздерді Ләйлім Ахметжанқызының «Дәстүр даналығы» деп аталатын кітаппен таныстырып өткім келеді. Бұл ғылыми танымдық әдебиет. Бұл кітапқа негізінен қазақ халқы үшін рухани құндылықтың бастауы болған салт дәстүр мен әдет ғұрыптың бүгінгі қоғамдағы рөлі мен маңыздылығы туралы айтылады. Шығармада бала тәрбиесінен бастап отбасылық, достық, ағайындық қарым-қатынастың дұрыс қалыптасуына арқау болған қазақтың салт дәстүрлері мен әдет ғұрыптары көрініс тапты. Айтулы этнографтардың жинақтары мен кітаптарын негізге алып, зерттеушілердің пікіріне сүйене отырып, салт дәстүрдің озық түрлерінің қазіргі заманда ұрпақ тәрбиесіне әсері, сондай-ақ қоғамда туындаған мәселелер мен оны шешу жолдары талданды. Жалпы қазақ дәстүрінен халықтың мінез-құлқын, болмысы мен дүниетанымын, мәдениеті, тілі мен дінін, өмір сүру жолын байқауға болады. Сондықтан жалпы ұлттық қауымға ұлттың алтын діңгегі салт дәстүрлер мен әдет ғұрыптың құндылығын, тәрбиелік түп тамырын, мәнін түсіндіру, дәріптеу мақсатында ұсынылған кітап. Бұл кітаптың ішінде осы салт дәстүрге байланысты өте көптеген қызықты мақалалар бар. Мысалы, дала заңы сертіне беріп қазаққа не болды? Қазақ сәлем беруді неге парыз санаған? Міне осы сынды өте пайдалы, құнды мақалалар бар осы кітабымызда. Келесі сіздердің назарларыңызға Ақерке Асанның Айша Бибі деп аталатын өлеңдер және балладалар жинағын. Жас ақын Ақерке Асанның Айша Бибі жыр жинағына бұрын жарияланбаған жаңа өлеңдер топтастырылған. Өлеңдерінің дені жастық махаббат тақырыбында құрылғанымен, туған жер, өскен орта алдындағы перзенттік парызын жырларына өрнектей білген автордың бұл жинағына көпшілік оқырманымыздың көңілінен шығады деген ойдамыз. Өлеңдері өте жақсы жазылған, өлең ұйқастары да өте керемет. Кітап жыр сүйер қауымға арналады. Келесі кітап бұл Әлия Бөпежанованың «Еділ қаған» деп аталатын аударма пьесалар, яғни орыс тілінен аударылған. Белгілі сыншы, мәдени сарапшы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық алаш әдеби, ұлттық сахнагер сыйлықтарының лауреаты Әлия Бөпежанова көркем аударма саласында, оның ішінде драматургия жанрында да жемісті еңбек етіп келеді. Бірнеше көркем аудармасы Қара шаңырақ Мұхтар Әуезов атындағы ұлттық драма театр сахнасында қойылған аудармашының осы жанрдағы алғашқы жеке жинағына әлемдік драматургия жауһарларынан Шекспир, Чехов, тағы да басқа авторлар пьесалары топтастырылған. Жинақтың соңында автордың көркем аудармаға байланысты ой-пікірлері де жазылған. Еліміз әлеуметтік қауымдастыққа еркін енген осы шақта қазақ көрермендерін әлемдік драматургияның озық үлгілерімен таныстыратын бұл жинақ
республика театр ұжымдарына, өнер саласын таңдаған студенттер мен жастарға, жалпы театрды, әдебиетті, өнерді сүйетін қалың көпшілікке арналған. Келесі таныстыратын кітабым бұл Мазиға Құнапияқызының «Көңіл құсы» деп аталатын өлеңдер поэма баллада. Жыр жинақ 2 бөлімнен тұрады. Бұның бірінші бөлімге топтастырылған лирикалық өлеңдерінде ақын атамекен, туған елге деген перзенттік махаббатын терең тебіреніспен жыр кестесіне түсіреді. Екінші бөлімде қыл-кепеш, толғатқан құм, арман сыры, жүрек тас атты поэмаларымен ортақ желіге құрылған баллада берілген. Жинақ көпшілік қауымға арналған, өлең сүйер қауымға арналған. Келесі кітап Айгүл Сейілдің «Ой керуен» деп аталатын зерттеулер, сұхбаттар және танымдық мақалалар. Қаламгердің бұл кітабына әр жылдары жазып, Егемен Қазақстан, Қазақ әдебиеті, Жас Қазақ, Жас Алаш сынды мерзімді басылым беттерінде түгелдей жарияланған, танымдық мәні терең, оқушысына ой салатын дүниелер еніп отыр. Яғни бұл кітаптың бірінші тарауы бұл зерттеулер деп аталады, яғни әртүрлі тақырыптағы зерттеулер жазылған. Екінші тарау бұл сұхбаттар, үшінші соңғы тарау бұл мақалалар деп аталады. Келесі кітап Мейірхан Ақдәулетұлының таңдамалы 5 томдық жинағының бірінші томы. Қазақстан Республикасы Президенті сыйлығының ерен еңбегі үшін медалі мен құрмет орденінің иегері, Қазақстан Республикасы Жазушылар одағының Жұмекен Нәжмеденов атындағы сыйлығының лауреаты Мейірхан Ақдәулетұлының шығармашылығы әдеби, мәдени, кәсіби деңгейі өте жоғары, қалың оқырманның ерекше қызығушылығын тудырған дүниелерден елге кеңінен танымал еңбектері. Ақынның 5 томдық таңдамалы жинағының ең бірінші томына өлеңдері мен Ахматова, Вознесенский, тағы да басқа ақындардың көркем аудармалары енгізіліп отыр. Кітап жалпы жұртшылық қауымға арналады. Әртүрлі тақырыпта жазылған жырлары бар, алып оқуларыңызға болады. Жазылған жырлары өте керемет. Келесі кітап бұл Дүйсенәлі Әлімақынның «Табалдырық» деп аталатын мақалалар мен сұхбаттар жинағы. Бұл кітапқа ақын, журналист Дүйсенәлі Әлімақынның танымал қазақ қаламгерлері, мәдениет және өнер қайраткерлерімен және де әлемге белгілі шетел ақын жазушыларымен, Нобель әдебиет сыйлығына үміткер ақындар мен ағылшын тілінде жасаған сұхбаттары, олардың еңбектері туралы жазылған танымдық мақалалары, Нобельдік дәрістері топтастырылған. Кітап қазіргі қазақ әдебиеті мен жаһан әдебиетінің бүгінгі жай-күйі, тынысы, беталысы туралы сыр қозғайды. Өте керемет кітап. Сыр сұхбаттар, бірінші бөлім сыр сұхбаттар деп аталады. Мұнда Жұмекен Нәжмеденов, Салтанат Мырзалиева, Әсел Сайлауова сынды солардың сыр сұхбаттары бар. Екінші бөлім жаһан және біз деп аталады. Және соңғы үшінші бөлім бұл ой кеңістігі. Келесі таныстыратын кітабым бұл ғалым Қалибекұлының «Шеген» деп аталатын өлеңдер, поэмалар, толғаулар және әзіл оспақтар. Жаттанды дидактика мен жасандылықтан ада, ішкі сезімді іріктей бере білетін талантты ақынның бұл жинағына өлең жырлары мен толғау дастандары еніп отыр. Кітап көпшілік оқырманға арналған. Ақынның өлең тақырыптары сан алуан, яғни туған жер, отбасы, табиғат, жыл мезгілдері, осындай әртүрлі тақырыптарда жыр жазған. Келесі таныстыратын кітабым бұл Камал Әлпейісованың «Қайтсек ұрпақ өседі өрелі боп». Ешқашан ескірмейтін мәселелер туралы ой толғамдар. Кітапта филология ғылымдарының кандидаты, жазушы, аудармашы,
Камал Әлпейісованың ешқашан құны жоғалмайтын өзекті мәселелер, яғни отбасылық құндылықтар, ұрпақ тәрбиесі, ана тілдің мерейі, ауызбіршілікте өмір сүру туралы ой толғамдары жинақталған. Жинақ ата-аналарға, оқушыларға, ұстаздарға және де жалпы оқырман қауымға арналады. Мазмұнына тоқтала өтсек, мазмұн тақырыптарға ата-ананы сүю, келінді қорғау, ана тіліміздің жаңа тынысы, баланы жастан, атадан ұл туса игі, осы тақырыптар секілді өте құнды мақалалар берілген. Алып қазақ тіліндегі әдебиет бөлімінен оқи аласыздар. Келесі кітап бұл Алпамыс Файзолланың «Жүрек аспанымның жұлдызы» деп аталатын өлеңдер, балладалар, аудармалар. Автор бұл жыр кітабында өзіндік қолтаңбасымен танылады. Өлеңдерінде, балладаларында, аудармаларында қандай тақырыпты көтерсе де, сол мәселенің түп тамырына барынша баруға, маңыздылығын мейлінше жан-жақты ашып көрсетуге бар болмысымен ұмтылады. Автордың осындай ізденімпаздығы оқырманның жан сарайын сүйсінтіп, кітаптың құндылығын арттыра түседі. Кітап көпшілік оқырман қауымға, жыр сүйер қауымға арналады. Соңғы таныстыратын кітабым бұл Серік Қалиевтің «Арман қанатындағы жазулар» деп аталатын әдеби мақалалар, сұхбаттар, естеліктер. Оқырман қауымға ақын ретінде танылған Серік Қалиевтің бұл кітабында әр жылдары жазылған әдеби талдау мақалалары және өнер мен әдебиет жөніндегі сыр сұхбаттары, балалық шақтағы әсерлі естеліктері, баспасөз бетінде деген екен айларымен жарияланған жазбалары топтастырылған. Автор қазіргі әдеби үдеріс пен мәдениет, айтыс өнері туралы ой бөліседі. Естеліктердің тілі көркем әрі танымдық дүниеге толы. Кітап барша оқырман қауымға арналады. Құрметті оқырмандар, бүгін сіздерді қазақ тіліндегі әдебиет бөліміне келіп түскен жаңа кітаптармен таныстырып өттім. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сәбит Мұқанов атындағы Солтүстік Қазақстан облыстық ғылыми әмбебап кітапханасының тікелей эфирінде келесі кездескенше сау болыңыздар.